Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай пирог жасаймын. Ол үшін мен алдын ала бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды 150 грамм жұмсақ сары майға 100 грамм қантындағын қосып, езіп араластырып алдым. Одан кейін бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысын қосып, тағы араластырып аламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. 300 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Мен бәрін өлшеп қосып жатырмын. Соғыстан қамыр илейміз. Толық рецепт описаниеде болады. Менің формамның диаметрі 28 сантиметр. Үстіп қамырымызды жазып, қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Үстіп қамырды орналастырамыз. Шанышқының көмегімен осы тесіп шығамыз. Пісу барысында көтеріліп кетпеу үшін, ортасы көтеріліп кетуі мүмкін. Шанышқымен баспасаңыз. Мен пісіріп алдым 25 минутта қызып тұрған пеште. Әркім өз пешіне қарай пісіреді, бірақ кремді 300 грамм сливкиді 50 грамм қантындағын қосып, миксермен қойылғанша соғып алдым. Дайын коржымызға үстіп вареный сгущенка жағамыз. Одан кейін бананды үстіп қойып шығамыз турап. Одан кейін дайындалған кремімізбен бетін әрлейміз. Мен соңында осындай какаоны тағын қостым. Сау болыңыздар.